Адам ағзасындағы 4 гормонның жұмысын жақсартуға саяхат көмектеседі. Дофамин. Сіз достарыңыздың теңіз жағасында демалып жатқанын көріп, мен де барғым келеді деп армандайсыз. Осы нәтижеге жету үшін жоспар құрып, дайындала бастағанда сізден дофамин бөлінеді. Эндорфин. Саяхат уақытында сіз көп қыдырасыз, жүресіз, қимылдайсыз. Дәл осы сәтте эндорфин жұмысына кіріседі. Қаншама әрекеттің нәтижесінде сіз терлейсіз. Бұл процесс созылған сайын сіз ешқандай дәріге мұқтаж болмайсыз. Серотонин. Ұшақты, теңізді, әрі дәмді тағамдарды көргенде сіздің қуанышқа жауап беретін гормоныңыз серотонин оянады. Бұл нағыз қажетті антидепрессант. Дофамин – сүйсіну, эндорфин – рахаттану, серотонин – сабырға келу. Ал төртіншісі – окситоцин. Бұл өз-өзіңе сенімділік сыйлайтын гормон. Саяхаттан кейін сіз өзіңізге разы боласыз, өзіңізді қатты бағалайсыз. Әлемді бірге танып білу үшін бізге жазылуды ұмытпаңыз.